Алланың алдында ең маңыздысы ол қабыл болған амал. Кішкентай болса да қабыл болған амал. Қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисте келтіреді. Бану Исраилда бір әйел кісі болды дейді. Жеңіл жүрісті дейді. Бірақ бір күні бір құдыққа түсті, су ішіп алды. Құдықтан шыға бергенде бір итті көрді дейді, шөлдеген дейді. Шөлдеген соншалықты, күн ыстық, әлгі ит шөлдегеннен мынау дымқыл топырақты лайды, яғни шайнап жұтып жатыр дейді. Басқа не қылатын еш нәрсе жоқ шетін. Құдыққа түсе алмайды. Сонда әлгі әйел кісі қайтып суға түсіп, аяқ киіммен су алып береді де, сол итке береді. Сол себептен жәннатқа кірді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Бану Исраилда болған бір әйел кісі. Қараңыздар, Аллах Тағала оның жеңіл жүрісіне қараған жоқ. Бұрынғы істеп жүрген күнәсіне қараған жоқ. Біздің көзімізше ең төмен амалдардың бірі, итке су бересің бе деп жаңағы біз айта саламыз ғой. Жаңағыдай біздің көзімізше намаздың алдында итке су беру деген не ол? Дым емес та. Қажылықтың алдында итке су беру деген не ол? Дым емес та. Бірақ соның себебінен ол жәннатқа кіріп кетті да. Алланың алдында ең көркем амал саналады екен да. Алла қарамайды сенің қанша көп амал жасадың, қанша аз амал жасадың. Алла неге қарайды? Ең көркем амал. Егер де сенің өміріңдегі бір кішкентай ғана амалың Алла ұнап кетсе,